Сәлем баршаға. Бүгін біз сіздермен ұйғыр пахлавасын бірге дайындайтын боламыз. Бұл пахлава өте дәмді, жұп-жұмсақ. Ең басты фишкасы бұл ортасындағы меренгісінің неше күн тұрса да ерімейтіндігі болып табылады. Бізге керекті заттар экранда көрсетілген. Бұл заттар кез келген үйден табылады деген ойдамын. Жасалу жолы оңай, әрі жылдам. Кез келген қыз-келіншек жасай алады деген ойдамын. Ең алдымен 6 дана жұмыртқамызды сарысынан ағын ажыратып аламыз. Сарысы бізге қамырымызды дайындауға қажет болады. Ал ағын ортасына меренгі жасайтын боламыз. Сондықтан мұқият болыңыздар, сарысының бір тамшысы да ағуызына түсіп кетпеуі қажет. Соны қадағалаңыздар. Ең соңғы сарыуызымызды бөлек ыдысқа алып, бетін жауып, шетке қойып қоямыз. Қамырымызға құмшекерімізді, үй температурасындағы сметананы айранмен ауыстыруға да болады, бірақ қамырымыз кішкене қаттылау болып қалуы мүмкін. Сары майымызды құямыз, содамызды уксуспен өлтіріп аламыз. Бұл міндетті түрде. Соданың дәмі келіп қалмас үшін. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қамыр үйлеуге кірісеміз. Ұнды еш уақытта барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Өзіміз текстурасын мұқият бақылап қарайтын боламыз. Соған қарай ұнмен жұмыс жасаймыз. Дайын болған қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Біркелкі болуы қажет. Содан соң бетін салафан пакетпен жауып, меренгіміз дайын болғанша холодильникке жібереміз. Енді меренгісін дайындауға кірісеміз. Менде 6 дана жұмыртқаның ағы 189 грамм шықты. Оған қалауларыңыз бойынша 280-300 грамм қант қосып, меренгі дайындайтын боламыз. Алдын ала қайнатылып қойылған суға, су ваннасына жұмыртқалы массамызды қойып, 55 градус болғанша жақсылап араластырып, яғни қанты ерігенше жақсылап араластырып тұрамыз. Қанты еруі маңызды. Егер термометр болмайтын болса, қолдың көмегімен қайта-қайта бақылау отырып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Өзі текстурасы қолымызға жылы, әрі қанттың түйіршіктері білінбейтін дәрежеге дейін жетуі қажет. Газдың алдынан алшақтамаймыз. Көпіртіп, осылай айналдырып отыруымыз қажет. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай созылмалы масса дайын болады. Енді оны бөлме температурасында суытамыз. Шым-шым лимон қышқылын салып жібереміз. Лимон қышқылда меренгіні ұзақ уақытқа дейін ерімеуін қамтамасыз етеді. Осылай бір 5-10 минутқа жақсылап миксерлейтін боламыз. Ең жоғарғы жылдамдығында миксерледім мен. Массамыз дайын болайын деген кезде жүгері крахмалын қосып жібереміз. Жүгері крахмалы да массаны дұрыс ұстап тұруға көмектеседі.
Ал енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Грек жаңғағы және де мейізімізді алып араластырып аламыз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. 2 бөлігін үлкен, ортасындағын кішілеу етеміз. Пергамент қағазын листімізден үлкендеу етіп кесіп аламыз. Және де үстіне қамырымызды жайып бастаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ, жаюға, формасын келтіруге өте ыңғайлы қамыр болып табылады. Мінекей біздің қамырымыз листтен үлкендеу болды. Енді үстіне начинкамызды жағып шығамыз. Үстінен беземізді құямыз. Менде листімнің размері 30-да 40. Әсел пеште де өте керемет шығады. Әсел пештің листінің формасына да дұрыс келеді. Енді сіздерге кішігірім лайфхак. Осылай екінші қамырымызды пергаментке жаямыз және де үстінен аударамыз. Оқтаудың көмегімен аударған кезде кішкене қиналамыз біз. Сондықтан осылай пергаменттің үстіне жайып аударсаңыздар өте ыңғайлы. Начинкамызды сеуіп, үстінен беземізді құйып шығамыз. Және де бір тегіс етіп жайып аламыз. Ал енді үшінші қамырымызды пергаменттің үстіне қойып, формамызға лайықтап жайып аламыз. Бұл тәсіл өте ыңғайлы, ұнды да қажет етпейді. Егер біз ұнды көп себетін болсақ, қамырымыз ондай жұп-жұмсақ болып піспейді. Сондықтан ұнды қолданбауға тырысамыз. Өте тез жайылады. Өзіміз шет-шеттерін туралап, формаға туралап, осылай аударып аламыз. Бұл бізде соңғы бөлігі. Осылай шет-шеттерін бүгіп шығамыз. Беземіз шығып кетпеуі керек. Яғни ағып кетпеуі қажет. Енді алып қойған бір дана жұмыртқамыздың сарыуызын жағып шығамыз. Пышақтың ұшымен осылай узор беріп шығамыз. Соңына дейін кесіп жібермейміз. Енді алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште қызарып дайын болғанша пісіріп аламыз. Дайын болған пақлавамыздың үстіне бал не болмаса сироп сеуіп шығамыз. Мен бал жақтым. Ыстық күйінде жағуымыз қажет. Егер суып қалған кезде жағатын болсақ, қамырымыз бұлжырап кетуі мүмкін. Әрлеп шығамыз. Әрлеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Үстіне грек жаңғағында теріп шығуымызға болады. Мінекей біздің өте дәмді, жұп-жұмсақ пақлаваларымыз дайын болды. Сіздерге ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.